Өзүң би, өзүң кожа, рахат кой. Акенин көңүлү көтөрүлүптүр. Бир кубжык торуылдап жүргендей. Жестирнак әлде качан курган. Samet! Сол түні адам өлмеді. Сол түні жолбарыс туды. Арада апта өтпей-ақ іленің бойына сұмдық хабар тарады. Кісі етін ғана жейтін жалмауыз жолбарыс шығыпты. Бұл шахан ешкімге бас имеген ер еді. Масақ мергеннің жалғыз ұлы. Қайсы шын, қайсы лақап біліп болмайды. Сәмен. Ойбай. Не корктум. Жытты. Еркексің ғой, Шақан, есіңді жи. Мен коркар ештеңе калган жок. Бұл әлсіреген бір рудың емес, бір ерге телмірген тұтас елдің тағдыры еді. Жолбарыс жаяң емес. Ол қамыстың иесі. Адам айламен, ант ісімен тіршілік етеді. Жолбарыс. Ол түн енді аңызға айналды. Жолбарыс ол түні көрінбеді. Бірақ сол түні қорқыныштың аты қойылды. Таң бозында кеткен. Аң өлді. Бірақ аңыз тірі қалды. Бұл басқа жолбарыс. Бұл адам. Бірақ бойында жолбарыстың жүрегі бар. Бұл сыртқы емес, ішкі жараның ізі еді.
Маш, сен бөлікшісің, Кенесарыға қосылғансың. Жантайды аттың. Ол аң емес еді. Ол әділетсіздікке қарсы тұрған адам еді. Шақан дейді. Жолбарыс жүректі шақан. Мен Шақан есімді ержүрек Түркістан аңшысы туралы ең алғаш 1871 жылы Петербургте шыққан военный сборник журналынан оқыдым. Онда оны жолбарыспен жалғыз айқасқан тигр истребители деп атаған. Автордың асау бас ақыр түбінде азапты ажал табады деген сөзі сол кезде маған анық көрінгендей еді. Алайда архив деректері бәрін өзгертіп жіберді. Жетісуға қатысты іс қағаздарынан қоғамға қауіпті адам атанған Шақан тигр есімі шықты. Бірақ сот үкімі жоқ. Сонда Шақан шынымен өлді ме? Алдымнан 3 түрлі тағдыр жолы шықты. Бірінде Сібірге айдалған, екіншісінде қашу үстінде оққа ұшқан, үшіншісінде ізін суытып аман қалған. Қайсысы ақиқат? Тарихи деректер тағы бір Шақанды алға тартады. Сыр бойында жолбарыс аулаған мерген. Әулиеата Шымкент өңірінде патша үкіметіне қарсы көтерілісті басқарған батыр жолбарыс Шақан, яғни Шақан шері. Бәлкім, олар әртүрлі адамдар. Бәлкім, бір тұлғаның бірнеше бейнесі. Әдебиетте мұны типтендіру дейді. 4 Шақанды бір Шақан етіп жинақтау. Ал Шақан шерінің болмысы бір ғана ақиқатқа жетелейді. Жолбарысқа қарсы жалғыз шығуға жүрегі дауалаған адам жай ғана оқпен өлмейді. Ол тек жолбарыспен бірге шайқаста ғана мерт болуы мүмкін. Жолбарыстар жойылды, темір қақпан тот басты. Бірақ адам баласы жоғалмайды. Халық барда ерлік бар, ерлік барда аңыз тірі. Біз мәңгіліктен келеміз және мәңгі жасаймыз. Осыған сенейік.